Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бүгінгі сабақта сіздерге TikTok таргетін көрсететін боламын. Қалай жіберу керек екен, иә? Алдыңғы сабақтарда уже таргетке аккаунт алуды көрсеттім. Жалпы рекламный кабинетке кірудің барлығын көрдік. Енді таргетті қалай жібереміз? Достар, сабақты бастамай тұрып өзімді қысқаша таныстырып өтейін. Менің атым Елубай ұлан. Инстаграмға кіріп тіркеліп алсаңыздар болады. Егер жалпы таргет бойынша, Инстаграм таргеті, TikTok таргет бойынша сұрақтарыңыз болса, осы ұлан Елубайға тіркеліп, маған сұрақтарын жазсаңыздар болады, иә? Жалпы курс бойынша да, консультация бойынша немесе кез келген сұрақтар бойынша осы инстаграмға жазыңыздар. Мына жерде рекламный кабинетке кіргесін создать деген басыңыздар. Создать, иә. Негізі барлығы бір форматпен жүреді қазір. Мына жерде варианттар көп, бірақ көбінесе біздер конверсиямен жүреміз. Одан кейін мына жерге атын жазсаңыз болады. Мысалы мебель деген сияқты, жалпы қандай нишаға жіберіп жатсыз. Атын жазыңыз бизнестің. Мыналар бәрі өшіп тұрады. Продолжить деген басасыз. Настройкасы негізі Instagram таргетіне ұқсас, бірақ шал разницасы бар. Сәл-пәл разница болады. Мына жерде мгновенная страница TikTok. Егер сайтыңыз болмаса, осыны таңдай салыңыз. Места размещения дегенге выбрать место. Мынау тек қана TikTok қойыңыздар да, басқа приложениеде, ойындарда көріну керек емес. Жүреміз. Егер де қаласаңыз, мына жерде адамдар сіздің видеоңыздың астында комментарий жазсын десеңіз, қосып қойсаңыз болады. Бірақ кейбір нишаларда негативный комментарий көп болады. Тоже біздер оны өшіріп тастаймыз. Егер сіздің видеоңызды жүктеп алсын, жүктеуге рұқсат берсеңіз, мынаны қосып қоясыз. Жүктемесін десеңіз, өшіріп қоя салыңыз, иә. Репост тұра берсін. Так, бізде Малайзия деген тұр. Малайзияны біздер өшіреміз и Қазақстан деген таңдаймыз. Қазақстан. Егер де нақты бір қалаға жіберетін болсаңыз, мысалы тек қана Алматы болса, Алматыны таңдаңыз. Немесе Алматы мен Шымкент болса, мына жерде Алматы, Шымкент таңдайсыз. Жалпы полный Қазақстан или өзіңізге керекті қалалар таңдайсыз. Одан кейін жастары. Егер мынау көбінесе мен 25-34 осы варианттар таңдаймын. Өйткені 18-24 ішінде андай школьниктер, сәл не платежеспособный адамдар сәл көбірек болады да. Сіз көріңіз, тест жасап көресіңіз. Таңдасаңыз да болады оларда. Мужской, женский таңдаймыз. Дальше интерес таңдау керек емес. Бюджетіміз бізде минимально $20. $20 қоямыз. Одан көп қоямыз десеңіз, өздеріңізде қоя берсеңіз болады. Басталатын уақыты, соңғы уақыты особо керек емес. Дальше продолжить. Енді біз таргетке жіберетін видеоны қоямыз қазір. Видеоны алдына дайындап алсаңыз. Так, бірінші жерде TikTok аккаунт менде өшіре салайын. Мына жерде создать новый персональный профиль деген бар да. Менде қазір көп қой. Осы біреуін таңдай салайын. Сіз жаңасын создавать ете салыңыз. Дальше добавить видео. Сіздің видеоны ноутбукқа жіберіңіз. Я ноутбуктан загружать ету керек болатын жерде. Загрузить деген басамыз да. Окей. Мына жерден бір видеоны таңдап аласыз. Осы бір видеоны таңдап аламыз. Так, невозможно загрузить дейді. Так, онда біз басқасын таңдаймыз. Готовы передача. Осылай болып тұру керек қой. Так. Мынаны басып загрузить. Мына жерде осы загрузка моментінде көптеген вопростар болады. Мысалға, сапасы келмей қалуы мүмкін, видеоның форматы келмей қалуы мүмкін. Сондай кездері негіз сторис форматында болу керек қой. Егер сізде видеоңыз сторис форматында болса, және де сапасы жақсы болса, жаңағыдай 500 пикселден жоғары, онда видеоңыз қабылданады. Тек қана видео болады. Так, видео жүктелі. Егер бұған дейін жүктеген видео болса, историядан қарап көріңіз. Так, подтвердить. Видеомыз таңдалды. Так, текстке просто бір пробел қойсаңыз болады, немесе толық ақпарат алу үшін подробнее басыңыз деген сияқты текст жазсаңыз болады, иә, текстіңіз мына жерде тұрады сіздің. Призыв к действию бізде подробнее. Так, енді мынаны кейін таңдай бересіздер, қазір керек емес. Целевая страница деген бір беттік сайт, иә, біздер алдыңғы сабақта бір беттік сайт жасаған болатынбыз, соларды қазір таңдап қоямын, иә, выбрать в библиотеке.
Ә, алдыңғы жасағанымыз қайда біздің? Бір беттік сайтымыз осындай болу керек, примерно осындай компания аты, мына жерге орталарында текст, кнопка, и мына жерге WhatsApp-тың ссылкаларын қоясыз да. Варианттар көп, конечно, жазатын. Товардың суреттерін қойсаңыз болады, түрлі варианттар жасап, тест жасап көрсеңіз болады. Подтвердить. Так, барлығы дайын болды, бір тексеріп қарап көріңіз. Болғаннан кейін біздер мыналарда қараңыз. Айтпақшы, астың жағында ештеңені таңдау керек емес, ешқандай ссылка ештеңе қоймайсыздар мына жаққа. Бір беттік сайтты қойдыңыздар, видеоны қойдыңыз, видео. Мынау болды, и барлығы дайын болған кезде опубликовать деп басыңыз. Таргетіңіз егер барлығы дұрыс болса, уже проверкаға кетеді. Примерно 1 сағат, 2 сағаттан кейін жайлап қосылып бастайды. Бірақ аккаунт ақша болса ғана қосылып бастайды да. Ал егер аккаунт ақша болмаса, онда таргетіңіз жүрмейді. Ақша салу керек ол кезде. Мгм. Вернуться к компаниям. М, Достар, өзімді қысқаша таныстырып өтейін. Менің атым Елібай Ұлан.